Елімізде білім мекені Әлімхан Ермеков атындағы номер 38-ші мектеп лицейінде 2 бала болыпты. Оның бірі Аян, екіншісі Медет. Екеуі бір сыныпта оқыса да, мінездері де көзқарастары да екі бөлек. Аян сабақты тыңдамайтын, үй тапсырмасын орындамайтын, мұғалімнен қанша ескерту естіп жүрсе де, бәрін ертеңге қалдырып жүре беретін оқушы. Ал Медет болса, сабағына құпты, білімге құштар бала еді. Ол әрдайым кітап оқып, үйренуге асығып жүретін. Бір күні мектепке жаңалық келді. Республикалық білім байқауы өтетін болды. Бұл байқауда жеңген оқушы шет елге барып білім алады. Медет байқауға тиянақты дайындалып, күн-түн демей еңбектенді. Ал Аян бәрін білемін деп ойлап, еш дайындықсыз тіркеле салды. Байқау күні келгенде Аян алғашқы сұрақтардан ақ қиындыққа тап болды. Дайындықсыз келіп ол жарыстан шығып қалды. Ал Медет болса, барлық кезеңді сәтті аяқтап, жеңімпаз болды. Ол шет елге барып, жаңа білім мен тәжірибе алмасты. Жылдар өтіп Медет үлкен танымал ғалымға айналды. Ол өз мектебіне келіп көмектесті. Оның есімін әлемге танытты. Аян болса, қателік жасағанын кеш түсінді. Енді бәрін қайта бастаймын деп талаптанса да, бос кеткен күндер, мүмкіндіктер қайтып